Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қатпарлы мини самсалар жасап ұсынып отырмын. Қонақ келгенде дастарханның сәнін беретін өте көрінісі әдемі мини самсалар. Не көріңіздер, қатпарлары өте қыдырлап тұр. Достар, кеңес берем, жасап көріңіздер. Өте әдемі шығатын мини самсалар. Тәлкемді салып алғаннан кейін ішінің қалай болғанын үзіп көрсетем. Ішіміні қатпарлары слой-слой болып, әдемі болып піседі. Самсаның қамырын илеу үшін керек заттар: су, 200 грамм уксус, тұз, майонез керек. Және електен өткізуден ұн керек. Тұзымызды салып аламыз. 5 мг тұз, 200 грамм суды құйдым. 2 столовый ложка майонез салам. Бір чайный ложка уксус құям. Уксус менде самсаның қытырлақ болу үшін қамырының тестасының сол үшін керек, сол үшін құям. Жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бірінші қасықтың көмегімен араластырып, қамыр қатты болып та қалмау керек, жұмсақ болмау керек, средний болу керек, осындай. Қамырымыз 30 минут тұрғаннан кейін қамырдың үйі қанып, оны екіге бөліп аламыз. Сөйтіп жаямыз. Жұқаға жайып, бір келі қылып майымыз жағамыз. Алдын ала бөлме температурасында тұрған майды осылай бір келі қылып қамырымызға жайып шығамыз. Сармай шықса өте дәмді болады, маргаринде болады, бірақ майымыз жап болғаннан кейін қамырымызды өстіп ораймыз. Орап болғаннан кейін осылай айналдырып холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Оған мен де асқабақ турап алдым, көбіктеп, пияз турап алдым, етті мясорубкадан өткізіп алғам. Менде бұл жерде 300 грамм ет, 400 грамм асқабақ, 2 бас пияз. Етімді қуырып алам аздаған майға. Қуырылған етке тұз, дәміне қарай бұрыш салам. Пияз салам. Оны да шамалы қуырғаннан кейін үстіне асқабақты салам. Асқабақты салып араластыра салам, оны қуырмаймыз. Өйткені асқабақ тез піседі. Ол духовкада самсаның ішінде тұрып тез өзі-ақ піседі. Сонымен салмамыз дайын. Енді қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырды осындай бөліктерге бөліп аламыз, кішігірім. Жайған қамырымды, мына қамыр жайғаннан кейін екіге бөлемін де, осындай цилиндр тәрізді форма келтіріп, ішіне салмамызды саламыз. Астыңғы жағын бекітеміз. Қолды қысып, сосын сол бекіткен жерді ішке қаратып, қайтадан бүгеміз. Форма осындай болады. Кесеміз. Кескен жағымызды үстіп біріктіреміз.
ішіне салмамызды саламыз. Астың жағын өстіп қолымызбен қысып бекітеміз. Сөйтіп екі ортаны қамырдың қосқан жеріне қарай, ішке қарай астың жақ қайтып бүгеміз. Міне осындай конус тәрізді мини самсаларымыз бүгіп жатырмыз. Тағы бір рет көрсетем. Бұлар менде кішкене самсалар болады. İçine қарай бөгеміз. Міне осындай форма. Жұмыртқамызды жағып алдық сарысын. Енді пешімізге салып пісіріп алдық. 180 градуста 25-30 минутта піседі. Қып-қызыл болып пісті. Өте әдемі. Қонақ шақырғанда дастарханға қоюға өте әдемі көрінеді. Міне достар, піскен самсамызды тәрелкемізге салып алдық. Өте әдемі, керемет шыққан. Жасап көріңіздер, кеңес берем. Ең оңай рецепт.